Сәлем достар, бір эпизод орнасы. Біз чемпиондар лигасына болжамдар жасауға дайынбыз. Қонақта Есет Төлеш. Есет, қош келдің. Тағы бір шақырғаныңа рахмет. Иә, Есет өткен видеодағы болжамы тура шықты. Құттықтап қойсақ болады. Керемет болжам, өте сенімді шықты. Сөйтіп Есет 57.460 теңге жеңіп алды. Құтты болсын. Және Есеттің болжамдары мынандай болды. Боруссия Лейпциг ойында 2-2 гол соғады, сосын жалпы тотал 5,5-нан аз. Манчестер Юнайтед Челси ойында 2-2 гол соғады. Бұл ойында да тура сондай 5,5-нан аз коэффициент тотал. Сосын Ливерпуль Брайтон кездесуінде Ливерпуль жеңіске жетеді, және тотал 4,5-нан аз деген. Енді Ливерпуль сәл уайымдатты. Мен де енді шынымды айтсам, Ливерпульге қарағанда кеше шамалы Man United Челсидің матчында уайымдап қалдым. Мен уайымдаған жоқ. 60 минутқа дейін отырмын, матчы қарап отырмын. Эфирлерім ертелеп бітті, как раз үйге келіп қарап отырмын. Шабуыл жоқ қой екеуінде. Мысалы анау Манчестер Юнайтед гол соққанда мен сені құттықтадым ғой. Вот Есет құтты болсын. Жеңісің деп. Бұл жерде енді Юнайтед гол соққаннан кейін ар жақта Челсидің соғатыны белгілі болды. Челси да тез соғып кетті, жақсы жері. Уайымдатқан жоқ. Одан кейін еще анау тағы 3-4 гол салып кетпей ма деп ойнамайтын матч қой анау. Рахат қарап отырасың. Менің болжамым сәл жолым болмады десек болады. Жақсы аналитика жасаған сияқты өзіме көрінді. Дортмунд Лейпциг ойынында Дортмунд жеңілмейді. Және тотал 4,5 аз деген оп-оңай шықты. Манчестер Юнайтед Челси ойынында қақпаға тура соққылар саны 10-нан аз болады деп. Ол да жалпы керемет ойдағыдай шықты, бірақ Саутгемптон Эвертон ойында сәл маған уақыт жетпей қалған сияқты. Сәл асығыс болжам болды. Саутгемптон міне осы маусымдағы өзінің алғашқы ойында жеңіске жетті, 1-0 есебімен. Сонымен қоса Эвертонде де екінші таймда 2 гол соғатын керемет мүмкіндік болды. Сонымен қоса соңғы минуттарда хотя возврат болу үшін Бету гол соққан еді, бірақ есепке алынбай қалды. Бірде-бір болып тұрды, ой қуанатқан ар жақта. Бірақ вар қаралып, гол есепке алынбады, сәл жол болмады. Сен бәс қойғанда бірінші рет Саутгемптон ұтып кете қоя ма? Негізі Эвертон по игре ұтып тұрған еді, жалпы. Эвертон, кейін біз енді бүгін екеуміз чемпиондар лигасының ойындарына болжам жасаймыз. Айбек Сайлау негізі келу керек болған. 1-2 сағат алдын келе алмай қаламын деп айтты, енді бір себептер бар шығар деген үміттеміз енді. Және бүгін сол Айбек Сайлаудың орнына біздің оператор, монтажер Жасұлан соққы және голда да жалпы біраз адам тайытын шығар. Ассалаумағалейкум. Жәке, Жәкеге бүгін міне 1-2 сағат алдын айттым. Жасұлан, сөзің аузыңда жай ғана оператор емес қой. Оның футболға қатысы бар. Ол Тараз футбол клубында жұмыс істеген. Тараз футбол клубының өзі енді оператор деп айтпайды. Мен Тараз футбол клубының аналитигі болғам дейді. Бапкерлік штабында жұмыс істеген дейді. Сен білдей бір клубтың аналитигін операторға алып отырсың ғой қазір негізі жұмысқа. Негізі біраз тренерлермен жұмыс істегем. Жалпы жыл сайын ауысады ғой негізі бапкерлер. Әрқайсысынан мынандай Хаби Алонсо сияқты ғой, Вахид Масудовтан бастадым, Аха Юнусовтан, Никитенко да болды, Талғаев ағамен де жұмыс істедік. Манисян армениялық. Ол кісімен жұмыс істей алмадым. Кімдерші? Мазбаевтармен? Ол Мазбаев ағамен да, Аха. Міне, көрдіңіз қандай несі. Жалпы сарапшы, нағыз сарапшы ғой, видеоаналитик болған. Осы жерде жасып отыру керек қой негізі. Мен түсіре берейін ба? Камераға қарап отыратын адам керек, сол үшін қазір кадрдан тыс сол аяқ жағына қарай өз болжамдарын айтады. Ал Есет, Жәке, біз видеомыз бастауға дайынбыз. Сіздер де дайын болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп өтіңіздер. Қоңырау шантты басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бастаймыз. Бүгін біз Реал Мадрид Милан арасындағы кездесу, сосын Интер Арсенал арасындағы ойынды талқылаймыз. Басты екі ойынды осылар. Енді Есет Реал Мадрид Милан ойыннан бастайық. Реал Мадрид футбол клубының жанкүйері, міне Есет Төлеш, өзің осы ойын туралы болжамыңды бастап жіберсең. Так, біріншіден Реал Мадридте қазір ішкі бір атмосфера, көңіл күй онша емес болмай жүр. Себебі бәрі Эль Классикодан басталды. Өкінішке қарай Эль Классиконы мен көре алмай қалдым, жолда болдым, бірақ маған бірінші таймды көрмей ақ қой, екінші таймды көріп шықсаң болады деді. 0-4 есебін біліп тұрып көрдім. Жалпы не ойнады, не болды жалпы 0-4 болатындай. Барселона енді сұмдық екен, масқара. Реалда мүмкіндік болған жоқ, кезінде есіңде шығар, Гвардиоланың кезіндегі Барселонада 6-2, одан кейінгі 5-0 Мауриньоның кезіндегі. Сол кездегі Барселона мен жаңа Реалдың матчы сияқты отырдым ғой. Бұрындар сол болатын. Бітсе екен деп отырасың. Барселонаның фанаты айтқан сияқты, екінші таймды көр деп ше.
Өйткені Барселона фанат айтты, алғашқы таймда бәсе Барселона фанат айтты. өйткені Реал Мадрид алғашқы таймда тым жақсы ойнады негізі. Бірақ Флик Де Йонгты ортаға шығарды. Сөйтіп Фликті енді әдемі таңдаған Барселона. Әдемі соңғы ойындары енді мойындау керек қой Барселонаны. Мықты енді. Эспаньолды ұтты. Реал Мадрид болса Валенсияға қарсы матч өткізу керек еді. Дегенмен Испаниядағы су тасқынына байланысты бұл кездесу өтпей қалды. Испанияда енді масқара болып жатыр бұл жақта. Симеоненің өзі айтқан ғой негізі бұл турды толығымен өткізейік, кейін өткізейік деп. Бірақ Испаниядағылар ойнаңдар деген федерация. Оны кейін ысыруға да келмейді да, себебі күнтізбе тығыз ғой қазір. Реалдың да мысалға Валенсияға қарсы матчы кейін мамырда өтуі мүмкін деп жатыр. Себебі алда қаңтардан бастап ойын көп қой. Бірақ сол мамырда соңғы тур алдында өтіп қалуы мүмкін ғой, ол да қиын негізі. Реалда сол Барселонадан жеңілді, масқара болды Сантьяго Бернабеуде. Одан кейін 2 күннен кейін келесі күні ма? Винисиуспен дау болды, алтын доп алмай қалды. Бармай қалды. Валенсиямен матч өтпей қалды. 10 күн енді осы 10 күн Реалда өте сәтсіз болып жатыр. Енді бір ойын негізі Дортмунд қарсы 5-2 есебімен керемет жеңіп кетті. Сосын Испания кубогында апта ортасында ойын болу керек еді, бірақ Реал енді ойнамайды ғой. Реал Мадрид, Майорка, Барселона, Атлетиктер олар суперкубокте өнер көрсетеді. Сондықтан 8-1 қаңтар айының басында 8-9 күні бастайды. Қаңтарда кейін сол себепті 2 раунд аттап өтеді. Мысалы 64-тен бір, сосын олар қаңтардың басында 8-1 финалда ойнайды. Әдетте бір екінші құрамда жүреді. 16-тан 1-ден бастайды. 8-1 емес, 16-та 1 ма? Өйткені қазір бірінші раунд 64, кейін 32, сосын 16-та бастайды. Сол 2 ойын жалпы тамаша демалу болатын. Реал 10 күн демалды. Негізі бір жағынан бұл Реалдың өзіне де керек болған сияқты, себебі маусым бастала сала күнтізбе тығыз болды ғой. Суперкубоктан бастады ғой бәрі. Чемпиондар лигасы қазір көбейді, ойын көп, халықаралық үзіліс бар ай сайын. Бұл негізі меніңше Реал Мадридке қажет қазір. Одан бөлек негізі енді әртүрлі ақпарат шығып жатыр. Сол Винисиус алтын допты алмай қалғаннан кейін бүкіл футболшылар бір мейрамханада жиналып, бірлесіп, бір жұдырық болып, ішкі атмосфераны бір көтерді дейді. Бірақ кейбір маркалардың ақпараты бойынша ойыншылардың Мбаппеге көңілі толмай жүр. Себебі Килиан қорғанысқа көмектеспейді, прессингке шықпайды. Сондықтан Килианның енді рөлі сәл басқаша болып жүр, сондықтан Реал Мадридтің басқа ойыншыларының көңілі толмайды деген ақпарат бар енді. Мбаппе келмей қалды деймі? Белгісіз. Сол отырысқа. Ол да бар, ол да ақпарат та бар. Сондықтан қазір енді белгісіз. Мен шынымды айтсам, осы маусымда Реал Мадридтің ойыны мүлдем көңілімнен шығып жүрген жоқ. Өте сирек жеңіледі, бірақ жеңген матчтарының өзінде бір үлкен қиындықтармен жеңіп жүр. Үлкен осы тек Боруссияға қарсы матчтың екінші таймында мен ләззат алдым футболдан. Ал көп жағдайда енді үлкен қиындықпен жеңіп жүр. Өткен маусымда мысалға Беллингем келді ғой. Беллингем келе салды, жалпы ойын жүйесі өзгерді. Бензема кеткен кез Беллингем келді, 4-4-2 ромбқа ауысты, бірақ білінген жоқ. Әдемі ойнап кетті. Беллингем бірден бейімделіп кетті. Ал осы жолы Килиан Мбаппе келді. Ұзақ болды. Тамыздан бері міне қазір 3 ай уақыт өтті. Әлі де болса Реал өз ойынын таба алмай жүр. Әр ойын сайын құрама ауысады, жарақаттар да әсер етіп жатыр, бірақ өткен маусымда да жарақаттар әсер етті ғой. Куртуа болған жоқ, Алабалар, Милитаулар жарақат алды, бірақ сонда да өткен маусымда білінбей өткен, осы маусымда құрама ауысқаны, жаңа ойыншы келгені қатты білініп жатыр. Енді бұл 10 күн демалыс, бірақ Реал Мадридке уақыты келіп отқан сияқты көрдік. Демалыс қажет болып тұр негізі Реалға. Жеңілістен кейін қатемен жұмыс деген бар. Қайта үфтеп бір серпіліп алу керек болды негізі. Сондықтан оның үстіне енді Чемпиондар лигасы Реалдың турнирі дейді ғой. Анау Лилге қарсы матчтан кейін меніңше ашулы. Реалдың енді осы маусымда ашулы болуға себебі көп негізі ше. Барселона бар, Лиль бар, алтын доп бар. Себеп көп. Меніңше енді сол ашудың бәрін жеп Миланға қарсы матчта шығаратын шығар деп ойлап отырмын. Енді өзімнің ойым, Сантьяго Бернабеуде Реалдың негізі ойыны жаман емес еді бұған дейін. Сондықтан жеңу керек Миланды. Менің өзімнің басым сондай болжамым. Бірақ жай ғана Реал Мадрид жеңеді дегенге қоя алмаймыз, себебі 1-5-ке жетпейді. Бұл жерде қарсыластың Милан болып тұрғаны да үлкен рөл атқарады, себебі Милан осы маусымда жаңа бапкер келгелі Фонсекамен өз ойынын таба алмай жүр. Милан өте нашар ойын. Тек Милан дербиінде ғана нашар, жақсы ойнағаны. Орташа. Қалғандарында енді. Шынымен де таңғалып қалдым. Бірақ өткен турдағы Чемпиондар лигасында Брюгге қарсы ойын болды ғой. Негізі ол кездесуде
Брюгге мықтырақ болды. Әрбір аспектіде, қорғаныста, шабуылда тек Майк Миньян ғана сол алғашқы таймның басында керемет сейфтермен Миланды құтқарып қалды. Сосын бұрыштамадан гол соғылды, кейін қызыл қағаз, Брюгге ойыншысы қызыл қағаз алып қалды. Сол себепті ғана Брюгге жеңілді десек болады. Әйтпесе ойын бойынша Брюгге бұл Миланды ұтып тастайтын еді. Қазір Чемпиондар лигасында да, өзінің А сериясында да жалпы ойыны нашар. Өткенде Пармадан жеңілді, Наполиден ұтылды. Монцада дерби ұтқан шығар. Фиорентинаға қарсы матчты жүргізілмей айтпақшы. Жегізіп тастады ғой Фиорентина өз алаңында. Оның үстіне қазір Миланда Ляулар қосалқы құрамда ғой, бабында емес. Ляо Монцаға қарсы ойында қосалқы құрамда шықты. Соңғы 3 матчта қосалқы құрамда шықты. Бірақ мынау Реалға қарсы ойында менің ойымша Рафаэль Ляу бірінші минуттан бастап ойынды бастайды. Өйткені оң қапталдағы қорғаушы Карвахаль емес. Васкес Реал Мадридте, ал Ляуға бұл жалпы керемет мүмкіндік. Мүмкіндік өзін көрсетуге. Өзін көрсетуге, осындай басты Реалға қарсы матчтарда енді үміт қой, қайта жандануға. Альваро Мората айтпақшы оралады Сантьяго Бернабеуге. Бұрынғы Реал Мадрид командасының ойыншысы. Ал енді десек, сенің болжамың қандай? Мен бұл кездесуде Реал Мадрид жеңеді деп ойлап отырмын, бірақ бұл жеткіліксіз болып тұр коэффициент бойынша, сондықтан мен Реал Мадрид жеңеді және матч тоталы 1,5-нан көп болады деп ойлап отырмын. Яғни Реал Мадрид 2-0, 2-1, 3-1, 3-2 ары қарай кете береді ғой енді. 1-0 есебімен ұтпаса ғана болды. Кез келген нәтижесі Реалдың жеңісі маған жеткілікті. Ал бұған 1,6 коэффициент ұсынып отыр. Сонымен қоса, мен 1,6 коэффициент керемет. Жалпы мен енді бүгін бірден айтайын, бүгін 3 матч қой. Үшеуіне де мен бір тәуекел болатындай болжам таңдаған жоқ. Сен 2 рет қатарынан жеңген тұр ғой, 2 рет қатарынан жеңген болды ма тарихта? Бір кездесуде болған жоқ. Болғым келіп тұр. 2 рет. Бірақ менде керісінше жағдай болып тұр. Өте көп коэффициент санын жинадым. 8-де 8 коэффициент ба, сондай шығып тұр менде ше. Бұндай болмаған. Бұндай көп коэффициент мен жалпы жеке өзім шығармағанмын, бірақ бұл ойындарға тәуекел етіп отырмын. Өткенде мысалы Ювентуспен Интер арасында, Ювентуспен кім еді? Интер, 4-4 болған кезде. Сол кезде жай 2-ден көп дедімді. Не үшін 2,5 дей салмадым деп өкіндім шыны керек. Сол үшін возврат дегенді қойып, жалпы возвратсыз нақты болжамдар шығарып отырмын. Реал Мадрид Милан ойынында да нақты болжам. Бұрынғы Бексұлтан Реал Мадрид -1 форамен жеңеді деп айтушы еді. Ал дәл қазір мен Реал Мадрид -1,5 деп тұрмын. Яғни Мадрид командасы 2 гол айырмасымен бұл ойында жеңіске жетеді деген менде болжам бар. Сенімдімін шыны керек. Реал Мадрид міндетті бұл ойында жеңуге. Міндетті. Дортмундқа қарсы ойында ұтты. Қазір бәрібір де 6 ғана ұпай. 8-ге кіру керек негізі Реалға. 8-ге кіру керек. Қарсыласы Милан. Қарсыласы Милан бассыз ше. Бұл жерде қорғаныста да мәселе бар. Енді Рюдигер шығатын шығар деген үміттемін. Рюдигер шығады деп жатыр негізі, сондықтан аса проблема бола қоймас. Сонымен қоса Чуаменидің орнына бұл кездесуде Модрич негізгі құрамда бастайтын сияқты. Өйткені Реал Мадрид көбіне шабуылдайды, Милан қорғаныста жатады, ал шабуылды бастап беретін ойыншы керек. Ол әрине Лука Модрич, мен ойымша. Жоқ, Чуамениді шығару мүмкін, немесе ол шықпай қалып жатса, Карвахальды қоятын шығар, артық жартылай Карвахаль дегенсіз? Ой. Камавинганы шығаратын шығар. Допты енді арттан тартылып тұратын біреу керек қой бәрібір. Модричпен бұл жерде қандай схема таңдайтын шығуы мүмкін, әбден мүмкін. Бәлки солай. Ал енді біздің болжамдарымыз осындай. Менде -1,5 дегенге енді біраз коэффициент беріп тұр. 2-2. 2-2. Ал жалпы -1 дегенге 1,7 ма, сондай 1,6 ма? Аз көп кетіп тұрған сияқты негізі. Оған аз беріп тұр -1 дегенге. Ал -1,5 дегенге көп беріп тұр. Милан гол соғады деп ойлап отыр ма екен? Білмеймін. Милан гол соқса максимум 1 соғады ғой енді. Реал өзінің голдарын соғу керек негізі. Өткен Боруссия Дортмундқа қарсы ойында да Мбаппе гол соға алмай қалды. Мбаппе қатты голды қалап отыр мынау жағдайлардан кейін. Алтын допта да мысалы топ ішке кірмеді Мбаппе. Енді соған жұмыс істеу керек қазірден бастап. Ал 2-2 коэффициент тамаша. Енді Жасұлан, сен бұл ойынға қандай болжам жасадың? Мен толықтай есеппен келісемін. Бұл жерде
Реал негізі ашылу болу керек. Иә. Өйткені соңғы апта Реал үшін өте андай неудачно болды деп айтуға болады. Барселонаға да жеңілді, алтын доппен де андай проблема бар. Сонымен менің ойымша Реал бұл ойынға андай настроймен шығу керек те, өте бір андай жынданып па, бір андай Месси дейді ғой. Біз сендерге көрсетеміз дегендей оймен шығу керек. Өйткені бұлдай келесі осы Миланмен ойынды тағы да бір андай ұтылып или не знаю, даже ничья болса да уже не болады, ары қарай уже Дизмораль бар, ар жағында Ливерпуль күтіп тұр оның үстінде. Ливерпуль күтіп отыр. Сол үшін осы ойынды нақты сенімді түрде жеңіп, бәріне көрсетіп, Реал кім екенін көрсетіп, Винисиусты өз ойынын керемет ойын көрсетеді деп ойлап тұрмын. Мә Винисиус гол соғады деген Винисиус Инстаграмда айтты ғой, пост шығарды ғой. Мен 10 рет көп жұмыс істеймін. 10 есе көп жұмыс істеймін деп. Винисиустың победасын алу керек еді. Победасын гол соғады дегенді. Блин, соғатын сияқты Винисиус. Дем алды қанша 10 күн. Бірақ негізі командалар қандай недельный цикл дейді ғой. Әр апта сайын ойнап тұру керек. Бірақ бұл жерде Карло Анчелотти мүмкін ойыншыларына бір андай сол ойын болмаған, Валенсиямен болмаған ойынның орнына бір нагрузка берген шығар тренировкада. Мүмкін, может, двусторонка ойнады ма, білмеймін. Бірақ эмоционал түрде өте керек демалыс болды. Сол үшін осы ойынды бір андай Реал жанкүйерлері бір андай керемет тамаша бір немен көретін сияқты. Сен болжамың? Мен болжамым бұл жерде Реал Мадрид жеңеді и 3 гол соғады. 2,5 көп деп ойлап тұрмын. Коэффициент саны қанша? Коэффициент 2,35. Реал Миланға ең аз таңдаған мен екен ғой сондай. 1,6 ғана. Мен бірақ шығадау деген бас таңдап отырмын. Бұл шықпаса енді білмеймін енді. Негізі де мысалы 2-1 есебімен жеңсе Реал Мадридті жақсы ғой деп әрі қарай кете береді ғой. Басты 3 ұпай бар дегендей. Мен бірақ енді коэффициентке қанағаттанбағаным шыны керек. Жалпы Жәке, рахмет. Енді түсінікті. Недельный цикл деп айтып берді. Сарапшы екенін көрсетіп отыр. Аналитик қой енді. Біз енді келесі Интер Арсенал арасындағы матчқа өтейік. Ұзақ созбай жалғастырамыз. Жалпы болжам жасағыларыңыз келсе, 1xBet компаниясын ұсынамын. Төменде сілтеме тұр. Сол сілтеме арқылы өтіп, 1xOda промокодын теріп тіркелсеңіздер, бірінші депозитке бонус береді. Сәттілік, сілтеме төменде, промокоды ұмытпаңыздар. Ал біз келесі ойынға өтеміз. Интер Арсенал матчы. Интер өз алаңында Арсеналды қабылдайды. Жалпы биыл Чемпиондар лигасында Интерге ағылшын премьер лигасының 2 гранд командасы түсіп қалды жеребеді. Ситимен тең түсті. Енді өз алаңында Арсеналды қабылдайды. Маған бұл матч қиын болды бас таңдау бойынша. Себебі екі түрлі сценарий бойынша жалғасуы мүмкін. Екі түрлі, екеуде де 50-50 меніңше. Екі ұжым да негізі қорғаныста мықты ойнайтын командалар. Екеуі де Ситиге қарсы кездесулерінде қорғанысқа жатып алып есепті ұстап берді 0-0 деген. Арсенал 2-2 болды ғой ол кезде. Бірақ қорғанысын көрдік. Арсеналдың бірақ соңғы кезде ойыны енді ойын жоқ деген жай ғана сөз шығар. Жоқ енді. Ол жақта Арсеналда мен Ливерпульге қарсы матчын көрдім. Ол жақта жаман емес. Бірінші тайм әсіресе ұнады. Арсеналдың бір жаман жері бір гол айырмашылығымен алға шықса, топ матчтарда қорғанысқа жатып алады. Екінші таймда да сол Ливерпульге қарсы матчта қорғанысқа жатып алып, шыға алмай қалды. Салах ақыры таразы басын теңестіріп кетті. Интер енді өткен маусымдағы Интер емес. Былтырғы Интер енді масқара болатын. Осы ненің өзінде А сериясында қарсылас келтірмейтін, кез келген Интерден қорқатын. Қазір енді Милан дербиінде ұтылып қалды, Ювентуспен тең түсті, өз алаңында өтті матчы. Миланда өтті. Білмеймін, енді Интер енді сол сәл өткен маусымның энергиясымен әлі солай келе жатқан сияқты, бірақ дәл сол қарқын жоқ. Негізі құрам өзгерген жоқ. Құрам сол баяғы. Және бұл жерде шабуылшылардың бабы болып тұрды. Кейде Лаутаро Мартинес гол соғмай жүреді. Кейбір сәтте Тюрам, мысалы, Венецияға қарсы ойында қанша мүмкіндіктері болды, бірақ 2-3 гол соғып тастайтындай сәт туды. 1-0 деген есеп түсініксіз, жол болмай ма? Оларда 1-0 деген есеп сәнге айналып кетті. Бәрін кім жеңіп жатыр? Осы Венецияны 1-0, Young Boys'ды 1-0. Оның алдында тағы кімді чемпионатта біреуді 1-0 есебімен ұтты. Тек Ювентуске қарсы матч керемет болған. 4-4. Әйтпесе бір әдемі ойын болмай жүр. Бірақ Интер менің ойымша шабуылдаушы команда. Негізі, құрам бойынша солай. Оның үстіне шабуылшылар мықты ғой негізі. Жаңағы Лаутаро Мартинес бар,
Тюрам бар, екеуінің негізі дуэті өте мықты, маған өткен маусымда ұнаған. Ортада Чалканогlu, Ортада Мхитарян, Чалканогlu бар, Барелли. Және Зелинский да бар. Оң қанатта Дюмфрис пен Димарко. Енді ол жақтан құрамы мықты ғой. Димарко деген енді көп көзге ілінбей қалады, бірақ Димарконың сол қапталдағы ойыны керемет. Димфрис мықтырақ сияқты енді маған енді. Әрине енді, бірақ енді сол қапталда Димарконың ойыны ерекше. Бірақ енді соңғы матчтарда жеңіске жетіп жүр ғой Интер. Тек кіммен тең түсті? Ювентуспен тең түсті, қалған матчтарда жеңіп жүр, жалпы жаман емес. Жалпы анау мен айтқым келген мынау Арсенал жағдайы. Арсенал жағдайы. Эдегор. Арсеналда Эдегор жоқ. Қазір жақсы жаңалықтар шығып жатыр. Арсенал командасына Эдегор қайта оралуы мүмкін, жарақатынан айықты дегендей жаңалықтар шықты міне осы күні кеше ғана. Және бұл ойынға шығып қалуы мүмкін дейсің ғой. Шығып қалуы мүмкін. Сака да тура сондай болды ғой Ливерпульдегі жағдайда ше. Бір-екі күн алдын не сыграет дегенде тұр еді. Сосын 3-4 сағат қалған кезде под вопросом деп пайда болды. Кейін барып негізгі құрамнан шықты. Мақұл, жарақаттан кейін қосалқы құрамнан шығатын шығар әдеттегідей деп ойлайсың ғой. Жоқ, бірақ меніңше Эдегорды бірден бірінші минуттан бастап. Эдегор негізгі құрамнан шығармайтын сияқты бәрібір. 2 ай ойнамаған футболшы ғой енді қанша дегенмен. Шығарса екінші таймда шығарып қалар, бірақ меніңше бұл ойында Эдегор ойнай қоймайтын сияқты меніңше. Сол ойнаса да кейін Қазақстан ұлттық құрамасына қарсы қатты ойнағысы келіп жатқан шығар, кім біледі. Сол Алматыдағы ойыншыны кек алып па? Иә, ұлттық құрамаға, Қазақстан ұлттық құрамасына қарсы ойынға дейін сәл бабына еніп, мүмкін алаңға шығып деген сияқты. Бірден шыға салу болмайды Қазақстанға мысалы. Ол да оған дайын емес шығар. Енді Арсеналда Эдегор мәселесі тұр, басы соққы және голды дайын. Ол жақта қорғаныста да жалпы жарақат көп болып жүр ғой Арсеналда қазір. Сака жарақат алып қалды, қорғаныста жарақат, Калафьорлер жарақат алып үлгерді, Мерино енді басында жарақат алып шықты ғой. Бірақ енді қалпына келіп келе жатқан секілді көрінеді, бірақ нәтижеге қарасаң шаршаңқырап қалған сияқты Арсенал. Арсенал сол Эдегорға тәуелді команда ғой. Соңғы 3 матчында өте нашар болды. Әсіресе мына Ньюкаслға қарсы кездесу тура бір ғана соққы жасады, Ньюкаслдың қақпасына. Ливерпульге қарсы матч жалпы жаман болған жоқ, тек бірінші таймнан кейін маған қорғанысқа толығымен жатып алғаны ұнаған жоқ олардың. Оның алдында олар тағы бір мәрте жеңіліп қалды, қазір. Борнмуттан жеңіліп қалды 0-2 есебімен. Ол кезде қызыл қазақ қалды. Біраз төмендетіп алды. Қазір Англия премьер лигасында, бірақ Чемпиондар лигасында жаман емес. Олар кімді? Шахтерді ұтты, 1-0 есебімен өз алаңында. Сосын ПСЖ-ны 2-0 есебімен қапы қалдырды. Аталантамен 0-0 болған. 7 ұпай. Жалпы жаман емес. Италияға барып 0-0 алып қайтты. Осы жолы да 0-0 болып жатып болмайтын шығар Миланда. Енді мен анау Сити Интер ойынында негізі бірнеше гол соғылу керек еді. 0-0. Кім соғу керек еді? Ман Сити соғу керек еді. Манчестер Сити. Ал бұл ойында сен болжамың? Бұл ойында мен енді жаңағы сценарий айтып отырмын да, 50-50. Интерде ұтып кетуі мүмкін. Арсенал да ұтып кетуі мүмкін. Қазір сарапшыларда екеуіне шамамен бірдей мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан нақты мына команда жеңеді дегенге бір сенімді түрде айтуға қорқып отырмын негізі. Сондықтан мен бір өте қызық бәс тауып алдым. Екі команданың бірі тым болмаса 1,5-нан көп жеке тотылы. Бұл Интер болса да, Арсенал болса да өтеді. Әйтеуір екі ұжымның бірі 1,5-нан көп тотыл шығаруы керек. Бұған және коэффициенті де жалпы жаман емес, 1,71. Сонда мен бұл матчта кім бірінші голды соғады, соған жанкүйер боламын ғой. Тамаша, мысалы жай ғана матчта 1,5-нан көп дегенге 1,33 та. Ал сенде кәдімгідей міне. Екі команданың бірі соғу. Керемет тауған екенсің бұл бәс дегенше. Өзім бірінші рет көрдім осындай бәс бәрін. Бұндай бәс бірінші рет келіп тұр, бұл жерде тамаша таңдау. Ұнады маған бәс, молодец. 1,71 коэффициент. Және менің болжамым сенікіне сәл ұқсас. Мен андай сенікіне ойлап таппадым шыны керек. Мен жай ғана қарапайым тотал 2,5-нан көп деп қойдым. Жалпы матчта ма? Жалпы матчта голдар саны өте көп болатын сияқты, кемі 3 гол болады деп отырмын. Коэффициент саты да өте жоғары, 2-2. Подарка сияқты мен ойымша. Сити Интер ойынды бірден еске түседі. Жалпы ағылшын премьер лигасының командаларына қарсы Интер қалай ойнайды дегенге, бірақ бұл жерде жағдай бөлек. Бұл Интердің өз алаңы, Сан-Сирода жалпы бірінші нөмірмен ойнайтын құрам. Интер негізі шабуылдаушы команда. Мысалы Италия әсіресе 1-0 деп жатсың ғой.
бірақ көбіне Интердің доминациясы, қайта Интер қорғанысты бұза алмай шабуылдап мүмкіндіктерін пайдаланбай жүреді ше. Сол үшін 1-0, әйтпесе 2-0, 3-0 болатындай шабуылдар ұйымдастыратын құрам. Бұл ойында да сондай болады. Интерден де, Арсеналдан да көп гол санын күтемін. Сенің болжамды өтетін сияқты. Сенің болжам Сен шықса мегіде шамамен 100% шығады. 100% шығады. 3 гол болса шығады ғой мег. Иә, мен шықса сен 100% шығады. Сен шықса мен шықпай қалуы мүмкін. 2-0 болған жағдайда ғана. 2-0 болған жағдайда, иә. Жалпы, иә, голдар саны көп болады. Коэффициент керемет. Енді мен болжам осындай. Ал Жасұлан, сіз Жасұлан Арсеналдың фанаты, айтып жіберейік. Иә. Арсеналдың фанаты. Арсеналдың фанатымын. Енді мықты қазір қайталамақ қояйын, сендердің айтқандарың толықтай келісем. Бұл жерде енді мен бұл жерде бәсім сәл тәуекел деп ойлайын десем, есет айтқандай бұл матчта кез келген не болуы мүмкін. Ситуация ма? Иә, ситуация болуы мүмкін. Бұл өте қызық бір ойын байын деп тұр. Сондықтан менің бәсім мынандай. Екеуі де гол соғады. Не үшін? Өйткені жаңағыдай айтқандай Интердің бұл Сан-Сирода ойнайды. Интердің формасы қазір керемет деп айтпай қой, бірақ өте жақсы да. Қазір уже қанша болды? Отып келе жатқан сериясы бір 6-7 ойын болды ма? Ювентусты есептемесек. Ювентуспен есептемесек. Жалпы жақсы. Жалпы жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Ал Арсеналда иә, проблемалар болып жатыр. Эдегор қазір жоқ. Бірақ Эдегор жоқ деп айтуға ерте сияқты. Анау мен жіберген мем сияқты болады ғой, қазір мына жақта көрсете сал. Эдегорда тура сол Сака сияқты аяқ асты, сол аяқ сынып жатқан жерде бүйтіп гипсін алып тастап, қайтып ойынға шығып кететін сияқты ма деген қауіп бар. Негізі Артета андай тренерді айтпайды секреттерін. Мысалы, мүмкін қазір біз ойлап отырмыз, Эдегор травма шықпайды ғой деп. Мүмкін ол дайын шығар. Просто ол андай өз несінде бір журналистқа бір интервьюда айтқан, то есть журналист сұраған, не үшін сіз осындай жалпы андай скрытный дейді да, скрытный тренер. Айтпайсыз, мысалы, сіз қандай ойыншы жарақатта, мүмкін қай ойыншы дайын, қай ойыншы бабында. Ол айтады, оның жауабы мынандай. Не үшін мен басқа тренерларға олардың жұмысын істеу керекпін дейді. Олар ойлансын, тактика құрсын, не үшін мен оларға жұмыс... Бірақ олардың жұмысын істеп беруің керек пе? Олар тренер ойлансын дейді, сондай ответ ода. Мүмкін Эдегор бабында. Шпионаж болады ондай болса. Басқа тренерлерден. Білмеймін. Бірақ енді мен жаңағы бәсім айтқандай болжам екеуі гол соғады. Интер гол соғатын почти что, как сказать, уверенный, да? Но Арсеналға енді Арсенал болельшігі болып, мен бұл жерде Арсенал гол соғады деп, енді индивидуальный бір, хотя бы бір гол сеп кету керек. Сонда Арсенал бірінші гол соғып кетсе, сен Интерге жанкер болып отырасың ғой, иә? Интерге же. Менде сондай дилемма болады да, Реалдың матчына обезобет алатын болсам, Реал гол соғып кетсе, Арсенал тағы бір гол соқсын дейді. Иә. Арсенал тағы бір гол соғып, сол кезде ұялмай жақтасасың да? Бір голын соқса. Сол кезде бүкіл үшеуміздің бәсіміз шығады. Иә. Анау екеуі де гол соғады дегенге 1.85 коэффициент деген. Әдемі. Иә, голдар мүлде болмайды деп тұр ғой сондай букмекерлер. Мен содан қорқып отырмын, анау екеуі де ойынды сушить етіп тастайтын команда ғой, егер қаласа. Сондай бір нәрсе болып қалмаса деп. Бірақ білмедім. Бұл ойында 3 гол соғылатын сияқты. 1.85 коэффициент, Жасұлан болжамы сондай. Енді біз үшінші өзіміз таңдаған ойындарға өтейік. Иә. Есет үшінші ойының? Негізі осы 4-ші турда топ матч көп қой негізі. Таңдаймын десең, мен біразын қарап шықтым, қайсысына қоям, қайсысын көруім мүмкін деп. Барселонаға аз беріп тұр, Ман-Ситидің жеңісіне аз беріп тұр, Баварияға аз беріп тұр. Осылардың ішінде маған көзіме прям оттай жанған Ливерпуль Байер матчы болды. Хаби Алонсо Энфилдқа оралайын деп жатыр. Бұл кездесуді атап өтпеуге болмайды негізі. Ливерпуль мен Байер ойнайды. Өткен маусымның сенсациясы Байер, ал мен осы маусымда осы слот келгелі Ливерпульдің бір 4-5 матчын көрген шығармын. Көрдім, жүргіздім. Сондықтан бұл команда туралы хабарым көбірек. Байер өткен маусымдағы ойынын көрсетпей жүр. Өткен маусымда олар потолок қойып тастады енді. Тамаша ойындарымен. Бірақ осы маусымда сол өздері қойған деңгейді әзірше Байер ұстай алмай тұрған секілді. Оның үстіне Германияда Байерде, чемпионатта RB Лейпцигте одан озып кетті ғой. Қазір енді Байерге чемпиондар лигасына күш салу керек. Мына жақта Бундеслига бар. Бұрынғыдай емес, былтыр мысалы Еуропа лигасы оңайырақ болды ғой оларға.
қазір енді екі фронтта ойнауға тура келіп жатыр Хаби Алонсоның командасына. Болашақ командасына бәлкім қонаққа келіп жатқан шығар Хаби Алонсо, себебі Клоп кетеді деген кезде Хаби Алонсоны шақыру мүмкін деген әңгімелер болды ғой. Ертең Арно Слот кетсе, бәлкім Хаби Алонсо келіп қалар болашақта. Ливерпульдің 10 жылдан кейін деп қояды. 10 жылдан кейін Ливерпуль негізі. Ливерпуль андай не ғой? Бапкерге сенім артады ғой, мүмкіндік береді, қуа салмайды 1-2 сезоннан кейін. Арне Слот қазіргі ойынымен негізі біраз уақыт жүретін сияқты. Ливерпульдің ойыны маған ұнайды. Аха. Клоптағыдай емес бірақ. Өткен видеода болжамын шығарып берді. Әдемі шығарып берді. Сәл қорқытты, бірақ Ман Юнайтед Челси сияқты емес. Мен Ливерпульдің гол соғатынын білдім. Есепті 1-1 қалған кезде ар жағында 3 минуттан кейін 2-2 алып тастады Салах. Ливерпуль мықты қазір. Маған ойындары енді баяғыдай агрессив футбол жоқ. Мен оны өткен шығарылымда келгенде айтқанмын, жалпы. Өткен шығарылымда келгенде айтқанмын, ойынның Клоппен айырмашылығы баяғыдай қорғанысты ұмытып кетіп шабуылға баса беру дейтін жоқ. Ливерпуль прагматизм, қорғанысқа да көңіл бөледі, жартылай қорғаныс, шабуыл бәрі өзінің орнын біледі. Салақтарда қорғанып жүр. Әдемі ойын. Байерге бұл кездесуде қиын болады Энфилдте. Сау бол демейсің ба маған? Ол қиылмай ма не? Жоқ, Қиылмай ма не? Ойбай, сау бол. Бәсе, күтіп отырамын. Күтіп отырсың ба? Байер өзінің соңғы 4 матчында 3 рет тең түсті. Өткен аптада Штутгартқа қарсы кездесуде біраз қиналды. 0-0 болды, бірақ негізі жеңіске лайық ойын көрсетті. Жеңіске лайық ойын көрсетті. Мүмкіндіктерін пайдалана алған жоқ. Байерде дәл қазір үлкен проблема осы меніңше. Басты мәселе Байер жай ғана жол болмай жатыр. Жол болмай жатыр, иә. Былтыр енді есімізде соңғы минуттарда гол соғып, камбэктің шебері болды ғой өткен маусымда. Ал бұл жолы соңғы минуттарда жеңіс ұшылға кетудің орнында керісінше ұпай жоғалтып жатыр да. Барлығына өзінің несін өткен маусымда қалдырып кеткен сияқты. Ойын сапасы төмендеген жоқ. Ойын сапасы төмендеген жоқ. Сол реализация дейді ғой. Гол шабуылдарды голға айналдыру үлкен мәселе. Әйтпесе Штутгартты кем дегенде 2-0 есебімен жеңу керек болған. 0-0 болып қалды. Оның алдында сырт алаңда Вердермен тең түсті. Маған міне Байердің бір осы маусымда ұнамай жүргені сырт алаңда нашар ойнайды. Вердерді ұталған жоқ. Оның алдында соңғы рет қыркүйекте жеңіске жетті олар сырт алаңда. Шамамен 2 айдай уақыт өтті. Чемпиондар лигасы аясында нақты кімді ұтқанын қазір Фейнордты 4-0 есебімен жеңді. Содан бері сырт алаңда әлі ешкімді жеңе алмай келе жатыр. Сондықтан оның үстіне Энфилдқа қонаққа келіп жатыр. Ал Энфилдтағы Ливерпуль мүлдем Ливерпуль мүлдем бөлек. Сондықтан Хаби Алонсоны мұны да жақсы түсінетін шығар. Олар бас сала шабуылдай қояды деп ойламаймын. Ал Ливерпуль асықпай жүріп, теңселтіп өзінің 1-2 голын соғып жібереді. Сондықтан бұл да бір қатты тәуекел деп айта алмаймын, бірақ мен таңдаған бәстің ішінде сәл қорқыныштылығы осы болып тұр. Ливерпуль жеңіске жетеді. Бірақ Энфилдті жеңбесе Байерді. Мен қорқып тастадым ғой негізі. Сен қорқып тастадың, негізі әйтпесе сен қорқпай келген мен. Сен келіп, ойбай, Байер деген масқара дедің ғой сен. Енді Байер шынымен масқара әлі де болса, бірақ Ливерпульдің аты Ливерпуль, Энфилдтің аты Энфилд. Салах бар ол жақта. Сәл күмән бар негізі. 1-0 есебімен жеңсе де маған жеңіп берсе болды Ливерпуль. Болды, басқа қанша коэффициент? 1.76 коэффициент. Бұл коэффициентті қарасаң енді фаворит. Әрине фаворит. Дегенмен АПЛ-дың көшбасшылары ғой былайша айтқанда. Мен нақты айту қиын енді. Мен нақты бір болжам тауып алдым ғой 3-ші ойынға. Қандай? ПСЖ Атлетико Мадрид арасында кездесу. ПСЖ өз алаңында міне Диего Симеоне командасын қабылдайды. Енді Атлетико Мадридтің хейтері болып бара жатырмын шыны керек бірте. Мынау Мадридтің ойыны енді өте нашар. Саған Мадрид деген сөз ұнамайтын болып тұр ғой. Атлетико Мадрид. Реал Мадрид дегенше. Реал Мадрид. Әдемі ма? Маған да Барселона ұнайды. Зор бар. ПСЖ Атлетико Мадрид міне осындай осы 1.81 коэффициентке ПСЖ-ның жеңісіне беріп тұр екен. Подарка тамаша. Подарка негізі, Атлетико Мадридтің осы маусымдағы барлық дерлік ойынын көрген шығармын. Соңғы матчын көрдің бе? Кіммен? Лас Пальмасқа. Лас Пальмастен ол ойында Метрополитанода сөзсіз Атлетико Мадрид әлдеқайда жақсырақ ойнайды. Ал сырт алаңда болса мүлде нәтиже өте нашар. Сол Лас Пальмасқа қарсы матчта олар 37-ші минутта есеп ашты ғой. Симеоненің ұлы Джулиано Симеоне алғашқы голын соқты. 37-ші минутқа дейін қауіпті шеңбе ұйымдастырған жоқ негізі Лас Пальмасқа. Оның алдында Лас Пальмаста керемет мүмкіндік болған, 1-1 шығып, Облактан айласын асыра алмай қалды Лас Пальмастың шабуылшысы.
мен сол матчты жүргіздім. Атлетикода қазір енді ойын жоқ. Өткен турда мысалы Лилге қарсы ойында жеңілді 1-3 есебімен. Сосын Бейтистен 1-0 есебімен минимал есебімен жеңілген сияқты, бірақ ойын бойынша Атлетико Мадрид еш нәрсе көрсете алмады. Сүреңсіз матч өткізді. Кейін Испания клубында Викке қарсы ойнады. 6-3-тен келді команда. Ол ойында да 80-ші минутта зорға пенальтиден гол соқты. 6-3-тен Ол кезде Гризмандар бәрі алаңға шығып қойды ғой. Испанияның дивизионы. Ол әуесқой команда ғой, еще білесің ба? Әуесқой команда, иә. Әуесқой команда 6 дивизионда. Бірақ ар жақты жартылай негіз құрам шықты ғой. Жоқ. Олар гол соғып бастаған кезде Гризмандар алаңда болды. Коке, Гризман, яғни сол. негізгі құрамды шығарып тастады ол кезде. Иә, сол қосалқы құрам негізгі құрам шығарып тастады. Сол кезде ғана Қорғатты, ұтты ғой, иә, негізгі құраммен жүріп. Әйтпесе Атлетико Мадрид ол ойынға негізгі құрамын шығарған. Хёрлот, Корея, Галахер, Вицель, Молина, Мандава. Екінші елме шыққандарды қарашы еще. Иә, Коке, Лимар, Галан, Альварес, Гризман осылар шығып міне кім Альварес дубльдасын деп тастады. Бұл ойында менің ойымша ПСЖ сенімді түрде жеңіске жететін сияқты. Жету керек. Допты алады да, шабуылдай береді. Баркаля ПСЖ-ге кім кеткеннен кейін, Дембеле мен Баркаля мықты болып кетті ғой, Мбаппе кеткеннен кейін. Ана Көлеңкеден шыққан сияқты ма? Сондай ма? Я бір артық қысым жоқ сияқты ма? Дембеле білмеймін енді, Баркаляның ойыны маған көбірек ұнап жүр. Мықты Баркаля. Білмеймін, ойын шығатын сияқты ойында. Шығу керек негізі, иә. Жалпы коэффициент қанша болып тұр сен? Жалпы былай 8-де 8 коэффициентінде сұмдық па? 88.139 теңге. 88.000 теңге бәсі. Бұндай бәсі бірінші рет тігіп тұрмын. Тіпті мен 70.000-нан аса Отып көрмедім. Ондай бәс жалпы отуым бөлек қой. Қойып көрмедім ба? Қойып көрген жоқпын-ау деймін. Көбінесе сол 50-60 мыңның айналасында ғой менде. Бұл жолы енді возвратсыз. Менде бүгін бірінші рет осындай бәс қойып отырмын ғой. Иә. Бұрын болмаған бұндай коэффициент менде. 3 матчта 4-81. 4-81. 4-81. Менде анау 50 мыңнан аз болып көрмеген негізі. Жаман емес негізі. Бірақ сол жаңағы қатардан екінші рет ұтсам екен деп отырмын. Тарихта қалатындай. Бір кезде тарихында. Қанша теңге? 48.180 теңге. 48.180 теңге. Ал Жасұлан, сенде үшінші ойынмен болжамың қандай? Мен үшінші ойында Спортинг Манчестер Сити деген. О, Португалия мен Англия чемпиондары ма? Таңдадым. Не себептен? Өйткені Манчестер Сити соңғы ойында Борнмутпен өте бір андай нашар ойын көрсетті деп айтсақ болады. Бұл жерде 2-1 деген шөт болды. Борнмут, бірақ бұл 2-1 емес, 3-2 болатын матч болды да бұл жерде. Борнмутта да возможностьтар болды. Манчестер Сити тағы да соғу керек еді негізі екінші голын, бірақ соға алмады. Сондықтан Манчестер Ситиде қазір өте көп ойыншы жарақатта. Кевин де Брюйне, Рубен Диаш, Доку, Грилиш, Родри Ембас, Савиньо, Кайл Уокер. Бұл жерден Гвардиоланың білмеймін енді қандай состояние болып жүрген шығар. Бірақ ал Спортинг өз чемпионатында өте керемет келе жатыр. Иә. Жалпы, иә, Спортинг соңғы ойында Эстрелаға Дөкеріш покер жасады ғой. Покер рәсімде 4 гол. Амаримның соңғы ойыны. Амаримның соңғы ойында. ойында. Өз алаңдағы соңғы ойыны. Өз алаңда. Одан кейін Брага бар чемпионатта. Иә. Ол да енді соңғы Манчестер Ситидің ойнап жатқан ойындарын көріп, анализін жасап, жақсы тренер негізі Амарим. Ситиға қарсы бір несін табатын шығар. Иә. Ағылшын премьер лигасының қарсы алғашқы ойын ғой. Манчестер дербиіне дайындық қой шамамен алғанда. АПЛ-ға жалпы дайындық. Сондықтан мен бәсім екеуі де гол соғады. Мынандай қатты тәуекелге бармай қоям. Екі не ғой айтпақшы? Екі қалай дейтін еді? Викинг бір-біріне қарсы. Біреуі норвегиялық викинг, біреуі швециялық викинг. Бір-біріне қарсы ойнайды. Ол да бар. Спортинг ойын көрсете алады деп ойлап тұрмын. Манчестер Ситиға қарсы. Сондықтан Дөкеріш гол соғады, Холланд гол соғады. Мен де сөйтіп ойлаймын, Спортинг жалпы екі команда да гол соғады бұл ойында. Спортинг ұпай тартып алса да таңғалмаймын, шыны керек. Жақсы бәс таңдапсың. Бірақ бұған қатты бір көп беріп отқан жоқ, коэффициент 1.56. 1.56. Букмекерлерде 2 гол соғады деп отыр ғой сонда. Екеуі де гол соғады деп отыр ғой сонда. Жалпы коэффициент қандай болды? Жалпы коэффициент 6.78. 67.821 теңге. Жаман емес. Әдемі. Мүмкін. Тамаша, 67 теңге. Жалпы біздің үшеуміздің болжамымыз осындай болды. Енді бізге сәттілік. Қазір енді біз жалпы бриз өтейік. Осы чемпиондар лигасының барлық ойындарына жылдам өзіміздің болжамдарымызды айтып өтеміз. Өткен видеода Дидар, Еркебұлан үшеуміз бриз жасадық. Бір 80%
тура шықты негізі. 80% тура шықты. Керемет болды. Енді қайталап өтсек, есет екеуміз қазір Жарайды. PSV Жирона ойынынан бастайық. Сен айт, кейін бар, мен өзім ойын қосамын. PSV жеңіске жетеді. Мен ойымша бұл ойында екі команда да гол соғады. Слован Динамо Загреб. Динамо Загреб жеңіске жетеді. Иә, Динамо Загреб жеңеді, немесе жалпы Динамо Загреб екі гол соғады десең де болады. Полтора больше. Иә, Болония Монако. Екеуі де гол соғады деуге болады, немесе меніңше Монако жеңіске жету керек, Болония нашар. Монако жеңісін таңдайыншы. Тәуекелге барып. Бұл ойында, иә, Монаконың жеңісі. Монако фора 0 десек те болады, өйткені 2-де 67-ге есеп беріп тұр екен. Сол үшін фора 0 деп бір жағын. Біз бас қоймаймыз ғой. Иә, ішіне Монако жеңеді. Монако айыра ма? Айырады. Боруссия Дортмунд штурм. Боруссияға -1,5 деген дұрыс шығар. Иә. Қанша өрт тұрғанын білмеймін. 1.18 өрт тұр екен, иә, -1,5-ға 1,5-дай беріп болады. Өте қиын болжам. Бұл жерде Гераси гол соғады дей салайыншы. Ливерпуль Байер. Ливерпуль жеңеді. Бұл жерде қиын болжам негізі. Бағана да айттық қой, әңгімелеттік қой негізі. Сен Ливерпуль жеңісті тіктің, мен Байер жеңілмейді деймін. Да? Сондай бас. Лиль Ювентус. Лиль Ювентус. Мен енді бұл ойында екеуі де гол соғады деп ойлаймын. Лиль мықты қазір. Тіпті жеңіске жетіп кетеді деп, жеңіске жетіп кетуі де мүмкін. Чемпиондар лигасында мықты ойнап жүр. Бірақ шамалы тәуекелге бармай екеуі де гол соғады деген дұрыс шығар. Мен бұл ойында тотал 2,5-нан аз деймін. Иә. 2,5-нан аз. Реал Мадрид Милан. Реал Мадрид гол соғады және матч тоталы 1,5-нан көп. Біз жаңа айттық қой, Реал Мадрид -1,5. Селтик Лейпциг. Лейпциг жеңеді дей салуға болады негізі. Селтик ондай азулы команда емес. Жеңетін шығар Селтик. Ой, Лейпциг. Лейпциг мен ойымша да жеңіске жетеді, бірақ бұл ойында аз гол болады. Яғни 2,5-нан аз болатын сияқты бұл ойында да. Спортинг Манчестер Сити. Мен бұл ойын бойынша Жасикпен толығымен келісем. Екеуі де гол соғады. Басқа ештеңе ойлағым келіп отырған жоқ. Ситидің жеңісін ала салу да қызық емес негізі. Екеуі де гол соғады, жарайды. Спортинг плюс 1,5 дейінші. Екі айырмашылығымен жеңілмейді дейсің ғой, иә? Брюгге Астон Вилла. Брюгге Астон Вилла. Астон Виллаға 2,16-ға есеп беріп тұр екен, бірақ бір подвох бар сияқты. Астон Вилланың өзі сәл шайып жүр. Тоттенхемнен 1-4 ұтылып қалды, бірақ ағылшын командалары бірінші орында келе жатыр. Иә, жалғастыратын сияқты меніңше. Жеңіске жетеді деп ойлаймын мен. Мен ойымша Астон Вилла жеңеді, бірақ бұл ойында екеуі де гол соғатын сияқты. Мүмкін. Сондай 4 коэффициенттік бәс шығарып жатырмын. Шахтер Донецк пен Янг Бойз. Бұл турдағы қызық емес матчтардың бірі негізі. Бірақ украиналарға қолдау ретінде Шахтер ғой, жеңіс деп айтайыншы. Ал қолдамасаң ше? Қолдамасаң екеуі де гол соғады. Мен жалпы қолдамай яшин. Просто жай ғана болжам ретінде қолдаусыз Шахтер жеңіске жетеді. Жеңу керек қой Шахтер, иә. Бавария Бенфика. Баварияға мен -1,5 алар едім. Бенфика ондай мықты емес. Иә. Мен де сенімен келсем, Бавария 2 гол айырмасымен жеңіске жетеді. Интер Арсенал. Интер Арсенал, бұны айттық, иә. Мен ұзақтау екі команданың бірі полтора больше. Иә. Менде тотал 2,5-нан көп. ПСЖ Атлетико Мадрид. ПСЖ жеңеді. ПСЖ жеңеді. Спарта Прага Брест. Брест Байермен тең түсті өз алаңында. Бірақ Спарта Прагаға қарсы кездесу қонақта өтеді. Фора 0 қоя салайыншы Брестке. Брестке? Иә. Мен Спарта Прага жеңілмейді, немесе фора 0 дей салайын. Спарта керісінше болды. Бір-бірімізге қарама-қарсы. Иә, Фейнорд Зальцбург. Фейнорд Зальцбург. Фейнорд жай ғана жеңіс ала салған дұрыс. Иә, Фейнорд жеңіп жүрді, жай ғана. Барселона Цервена 2,5-да көреген бұл жерде. Иә, мен -2,5. -2,5 Барселонаға. Мен ойымша есеппен жеңеді. Екінші таймда голдар көбірек болатын сияқты. Бірінші тайммен салыстырғанда. Штутгарт Аталанта. Штутгарт Аталанта. Екеуі де гол соғады. Сондай ма? Иә. Тотал 2,5-нан көп мен ойымша бойында. Жалпы болды, барлық ойындарды айттық та, иә, біттік. Менікінің бәрі дұрыс шықса не болады? Ештеңе болмай ма? Молодец боласың. Оған да рахмет. Иә, видео тәмам. Сау болыңыздар, Есет, рахмет. Шақырғанға рахмет. Екі рет қатарынан жеңіске жетуге тілектесін. Осы жол шықса да 3-ші рет келем ба? Міндетті түрде. Болды. Міндетті түрде. Сау болыңыздар.